Достар, барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздермен бірге қазақтың ұлттық тағамдарының бірі бешбармақтың қамырынан жасалатын нарын немесе туралған етті бірге дайындайтын боламыз. Ол үшін менің каналыма тіркеліп, видеоның соңына дейін көріп, лайкты басуды ұмытпаймыз. Бізге керегі жылқының сүрленген еті және қазы. Соларды жақсылап жуып, үстіне су құямыз да, қақпағын жауып, қатты отта қайнағанша қойып қоямыз. Кішкене тұз қостық. 2,5 сағаттай осылай баяу отта тұруы қажет. Сол кезде біздің етіміз жақсы пісіп шығады. Енді қамырын илейміз. Бізге керегі жұмыртқа, тұз, кішкене майонез қосып жібереміз, араластырып, су қосып, қатты қылып қамыр илейміз. Мен еттің қамырына майонез қосам, сол кезде қамырым өте дәмді болып шығады. Бірінші мен жартысын қостым ұнның, қалған жартысын содан соң қосып, жақсылап тұрып қолымызбен илейміз. Қамырларыңыз қаттырақ болу керек. Сол кезде ие жақсылап қанған қамыр ол жақсы жайылатын болады, піскен кезде езілмейді, сол күйі пісетін болады қамырымыз. Енді бетін целлофанмен немесе осындай әдіспен жауып қоямыз. Етіміздің артық көбігін алып тастаймыз. Біздің етіміз толықтай пісіп шықты, 2,5 сағаттай. Сіздердің достар, сіздердің қамырларыңыздың дәмділігі ол тікелей еттің сорпасына байланысты болады. Менде көріп отырғандарыңыздай сорпа майлы болып шықты. Майлы болып шықса, қамыр да дәмді болып шығады. Енді қамырымызды жаямыз, жақсылап тұрып, арасына осылай ұн себу арқылы жайған кезде қамырды жаңа қолдарыңызды ортасына алып бармай, екі шетін ғана күш салмай жаясыздар. Сол кезде қамырларыңыздың шеттері қалың болып қалмайды, жақсы жайылатын болады. Менің қамырым кішкене жұмсақ болып қалды. Мен егер сондай жұмсақ болған жағдайда сорпада көп ұстамаймын. Бір қайнағаннан кейін қамырын түсіріп аламын, езіліп кетпес үшін. Осылай қамырды жайған кезде екі шетінен ғана алып отырасыздар. Жеңіл жаясыздар, күш жұмсаудың қажеті жоқ. Егер солай жаятын болсаңыздар, күш жұмсап, былай ортасына көп қолдарыңызды алып баратын болсаңыздар, жаңағыдай айтып өткендей, қамырдың екі шеті қалың болып, ортасы жұқа болып қалады. Біздің қамырымыз дайын болды. Енді қайнап тұрған сорпаға пісіріп аламыз. Мен тек осы қамырдың жартысын ғана пісіріп алдым. Қалған жартысын кешкіге ауыз ашқанға бөлек алып қойдым, мұздатқышқа салып. Осылай бір-бірден салып, астын жақсылап қозғап тұрамыз. Міне мен сорпам бір қайнағанда қамырымды сүзіп алдым, езіліп кетпес үшін. Менде қамырым езілген жоқ. Енді осы қамырдың үстіне сорпамыздың бетіндегі майын құямыз. Мен тұздық жасаған жоқпын. Сол сорпаның бетіндегі өзінің майын осылай құйып, арасын жабысып қалмас үшін осылай жасадым. Енді қамырымызды арасына, егер арасы жабысатын болса, қолмен май жағып жіберіңіздер. Жаңағы сорпаның майын. Осылай жіңішке етіп турап шығамыз барлығын. Нарынды негізінде қазақ халқының ежелден келе жатқан бешбармақтан кейінгі
жаңағыдай туралған ет деп те айтады, нарын деп те айтады. Қамырдан осылай жұқа етіп турайтын тағамдарының бірі. Бұл қазақ халқының емес, өзбек халқы да осы тағамды көп дайындайды. Негізінде Қазақстанның оңтүстік жағы осы нарынды көп жасайды, басқа өңірлерге қарағанда. Достар, біздің нарынымыз дайын болды. Кез келген уақытта сорпамен бірге ішсеңіздер болады. Өте дәмді тағам. Жылқының етінен жасалатын. Дәл осы рецептпен жасап көрсеңіздер болады, достар. Сіздермен болған Ақбота Садыкова.